Всем привет, достар. Біз күйеуіміз екеуміз осылай бүкіл комнаталардың люстраларын іліп шығайық дедік. Содан кейін мен арасында осылай банан мен перекус жасап алдым. Сіздің сүйікті жемісіңіз қандай? Содан кейін артынша осылай бокалыммен су ішіп алдым. Мінекей бізге залға тағылған люстрамыз осындай, ал мынау кухняға тағылған. Біз жаңадан көшіп келгендіктен ондай нәрселерді тағып үлгермедік. Содан кейін бүгін тақтық. Содан кейін обедке осылай күштілеп тұрып плов басып, осылай пловты көк помидор және ыстық шаймен ішіп алдық. Содан кейін осылай қызымның кеуіп тұрған киімдерін переход арқылы жинап тастап, осылай шкафына қойып қойдым. Содан кейін түстен кейін осындай қолыма копченый құрттарымды алып, біз кино көріп бастадық. Үйде өзіміз кино театр болып ашып алдық, киномызды көрдік. Содан кейін қызымды алатын уақыт болып қалғандықтан осылай қалың киініп алып далаға шықтым. Содан кейін магазиннен қызыма шоколад ала салайын деп шештім. Содан кейін магазинге кірдім. Достар, маған тіркеліп, лайк басып, мені қолдап кетіңіздер. Менің активімді көтеріп, басқа блогерлер сияқты блогер болуыма сіз де бір үлесіңізді қосыңыз. Содан кейін осылай продавецтен шоколадты алдым, сатып. Содан кейін сдачасына тағы бір нәрсе бере саласыз ба деп мен тұрдым. Содан кейін ол кісі сізге сдачасына не берейін деп тұрды. Сдача көп қалған жоқ. Содан кейін ол кісі маған осындай сағыз берді. Қазір достар, сыртқа шыққан кезде распаковка жасайтын боламын. Содан кейін осылай сағызды мен шоколадымды алып, есіктен шығып, дәл осы магазиннің алдында распаковка жасап тастадым. Осылай сағыз мен шоколадымды түсіріп алып, одан кейін әрі қарай садикке қарай жаяу бардым. Апайынан қызымды киіндіріп беріп, садиктен алып шықтым. Всем пока, достар.